Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Я өзің таныстырып өт, және де қандай ән айтасың? Менің аты жөнім Айдос Маратұлы. Мен бүгінгі кастингке сұлуым сағынған өлеңін айтамын. Жақсы, қандай сұрақ? Ән айту баядан қабілетің бар ма, или дайындалып жүрсің бе өзің? Мен енді дайындалып жүрмін. Бұрын ән айтып көрдің бе? Бұрын ән айтып көрмедім. Жақсы, орындай ғой. Тыңдап көрейік. Сұлуым сағынған шырақтама жанымнан, білесің ғой өзіңе жүрегім бағынған. Тап-таза арыңнан періштем айналайын мәңгі ұқпасыңда. Тап-таза арыңнан. Қазір тоқта. Қазір жыла дегенде жылайсың, ән айтып отқан кезде. Күл дегенде күлесің, актерлік шеберлігін көрсетіп өзің. Жарай ма? Баста әніңді. Сұлуым сағынған шырақтама жанымнан, білесің ғой өзіңе жүрегім бағынған. Тап-таза арыңнан періштем айналайын мәңгі ұқпасыңда. Бір өзіңе аймалайын, құшақтап аймалайын. Үй жанында кездескенде ғашық болдым айтады. Өзіңе телефонмен тілдескенде кетті. Жарайды, рахмет. Жақсы. Сұрақ жоқ қой да? Жақсы, өзіміз балалардың арасына іріктеп қараймыз, жарай ма? Көп рахмет сіздер. Келесі, кіре ғой. Қаншама балалар өтпей жатыр, мен қорқып тұрмын. Қорқысаң қатыспа. Сенен сұрамайтын шығар енді. Ренжіспеңдер достар. Мені шақырды барайын. Сәттілік алға. Сәлеметсіз, менің есімім Абайқызы Айдана, менің жасым 15-те. Ән айту қабілетің бар ма? Иә, бар. Неге дайындалып келдің кастингке? Кән бізге түсіндіріп айту. Сахналарда ән айтып жүрсің бе? Иә. Мектептен әртүрлі сайыстарға жіберетін. Әніңді тыңдап көрейік, кән. Баста. Бұл өлке біздің ауыл жайлаған жер ай, желіге асау құлын байлаған жер ай, көзіме от жалындай көрінеді аяу, тебісіп құлын тайдай ойнаған жер ай, ей ақау сабас, ұшырдың ұясынан балапан қазақ. Тоқтаймыз. Енді актерлік шеберлік ниет көрсеңіздер. Ән жағы маған ұнап тұр. Көңіліңіз Жақсы, дауысы керемет. Менің бір өлең ауыр өлең ғой. Былайша айтсақ қалай болады? Қазіргі ән жағынан маған ұнап тұр. Бір актерлік жағынан бір-екі сұрақ қойып жіберейін сіздерге. Актерлік жағынан бір просто мәнерлі бір сөз айтып жіберші маған. Сол мәнерлі сөз айтып отқанда мен сізге жыла деймін, күл деймін, сол жағынан бір. Есіме түспей жатыр. Өлең айта берсем бола ма? Сол кезде жылап. Болады, сол өлең бастай бересің. Бастаймыз. Бұл өлке біздің ауыл жайлаған жер. Бұл өлке біздің ауыл жайла. Жылап айтамыз. Бұл өлке біздің ауыл. Ашуланып айтамыз осы өлеңді. Бұл өлке біздің ауыл жайлаған жер ай. Жақсы, сіз эмоцияға қатты беріліп кетіп жатқан сияқтысыз. Әнді әнімен, сөз әнімен дұрыстап айту керек. Күл дегенде күліп, ашулан дегенде ашулан. Жақсы, рахмет, қараймыз, е? Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, рахмет. Келесі шақырыңыз, е? Келіп тұр ғой. Қандай ән айтасың? Еркебай? Жақсы, орындай ғой.
аласың ба? Айта алмайсың ба? Ән айта алмайсың ба? Актерлік шеберлігін бір Жақсы, күлш. Жылайын. Жақсы, өзіміз қараймыз. Жарай ма? Келесі сол қарай. келесің қарай. Ол бізге ән жағынан керек қой. Ән жағынан керек, актерлік шеберлік, би, ол домбыра. Енді аспап өзі білген жақсы ғой. Қазағымыздың аспабын білген не дұрыс. Қазақ. Келесі кір. Келесі шақыра ғой. Ән айта аласың ба? Иә. Алдымен өзің таныстырып өтсін. Таныстыра ғой өзіңді. Менің аты жөнім Ізгелгенова Жансая. Жалпы сахнада ән айтқасың ба? Жалпы айттым. Ән тыңдап көрейік ән. Қанша рет, қанша тұрды жырлы дала, жадынан жазған жалғыз күн ғылама. Бабамның куәсіндей Айша бибі, қадалған қоба жонға бір мұнара. Қандай жан сезім үшін тарттым азап, ал өзіне Жақсы, жалпы дауыс жаман емес екен. Жақсы. Актерлік шеберлігін дәл осы әнді ашуланып айтшы. қандай жан сезім үшін, Күліп айтамыз. қандай жан сезім үшін, Жылап. қандай жан сезім үшін. Жақсы, рахмет. Актерлік шеберлігі де жаман емес еді. Өте керемет. Мен өзіме бір ұпай не жазып қоя салдым негізінде. Қараймыз ғой. Қарайық. Рахмет сізге. Өте керемет. Жауабын айтамыз сізге. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сәлематсың ба? Кел ау. Иә, өзіңді таныстырып ал. Менің аты жөнім Қойшыбаева Назым Нұрланқызы. Жақсы. Қандай ән орындап бересің бізге? Анашым. Анашым, айта қояйын. Оянғанда түнде жұбатып, ақсыт беріп өсірген, басқаныма тай-тай қуанып, тұсауымды кестірген. Анашым құдіретіне табынамын, көрмесем бір сәттені сағынамын. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет. Айтатыңыз. Мен сізге қазір бір сұрақ айтам, соны сіз жақсылап орындап беріңіз. Мышығыңыз ауырып қалған, сабақтан келсеңіз, мышығыңыз ауырып қалған. Соны ауырып қалған сәтіңізді көрсетсеңіз актерлік. Мысықтың ауырып қалған сәтін, мысығыңыз ауырып қалған кезде қандай жағдайда боласыз, соны көрсетсеңіз. Қобалжитын ештеме жоқ. Жақсы, жарайды. Назым, бара беріңіз. Жақсы, рахмет. Біз өзіміз қабылдасамыз, бара қойын. Енді актерский жоқ, ән айтуда негізі вокал жағы тәрбие. Иә, мен дәлім. Келесі. Сәлематсыз. Сәлематсыз. Өзіңді таныстырып. Мен аты жөнім Балпанова дейді. Кастингке неге дайындалып келдің? Ән айтасың ба, өзіңнің актерлік шеберлігін көрсетесің ба? Ән ғой, иә? Айта ғой. Орында ғой. Жанашырым ана, тарашынам ана, парасылым ана, шуағымсың, балғанымсың әке, зорбағымсың әке, қоранымсың әке, шырағымсың. Жақсы, жақсы. Қобалжитын ештеме жоқ. Актерлік шеберлігін өзіңіз қарасаңыз, енді біз ән жағынан болғаннан кейін
Сен мұғалім ұрысқан кезде қандай жағдайда боласың, соны көрсетші маған. Өте дұрыс. Сені мұғалім қатты ұрысты. Сен сол қандай жағдайда боласың бұл кезде? Кинодағы образың деп есептесең өзің. Апай, кешіріңізші, бұл емес. Жақсы, жаман емес. Біз қараймыз, балалардың ішіне әріктейміз. Бағын жаман отса, қараймыз оны. Жарай ма? Жақсы, жалпы жаман емес. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет. Келесі. Өзің таныстырды. Мен Картемов Асқат. Қандай деген айтасың? Төлешім деген. Айта ғой. Естен кетте қойды бір қыз, жарасып тұрмыз, қосыла алмай жүрміз. Болам менде сенде жұлдыз, қай көресің, ай көресің. Кіре ғой. Кіре ғой. Не, өзің таныстырды. Менің атым Сатыбалды Айман. Менің бүгін орындайтын әнім «Ізін көрем». Сен? Менің атым Албатиева Айсана. Өзің атын зор қайттың ғой. Айсана. Қысылма, я? Қысылма, жарай ма? Кел, жағы... Ән айтасың ба, да? Екеуін бірге айтасың ба, да? Жоқ, бөлек-бөлек. Ізін көрем, айта ғой. Қадау-қадау ұлылар, тінегі талай-талай сырлар шеткен аналарым. Тарау-тарау тарих боп сүрді сонау-сонау ғасырлардан бабаларым. Қосызып аспанға, айналып тастаңа, есілген маған. Солар болар заманың, өнегі көктен бие ұстап өткен жалауларым. Рахмет. Келесі. Ізін көрем. Жақсы, өте керемет. Жақсы, сен. Менің орындайтын анашым болды. Анашым, айта ғой. Оянғанда түнде жұбатып, ақ сүт беріп өсірген. Жақсы, рахмет. Жақсы, сен. Тоқта. Сенікі жаман емес жалпы. Даусың бәрі жақсы. Өзіміз хабарын береміз, жарай ма? Өте керемет. Жақсы, рахмет. Келесін шақыра қойыңыздар. Кәсен, осымен аяқталды, 300-дей бала келді. Енді қорытындысы шығарса... Қорытындысы мен есебім бойынша негізінде бірінші топтың бөлімінде 8 бала болып тұр. Сізде қанша? Қараңыз, менің ойымша, жаңағы өзінің ойын бойынша. Бірінші қыздың ұнағаны Алма деген қыз көрдіңіз, өте керемет. Менің ойым сол бірінші топқа сол қыз үміткер береді, менің ойымша. Менің ойымша екінші үміткерді мына жерде Айдос деген жігіттің басында жағына шығып кетті. Жоқ, Айдос емес. Актерлік шеберлігіне қарай қоссақ қалай болады? Айдос емес, екінші Асан деңіз, Асан қойсын. Асан ба? Асан. Оны екінші неге мен қосып қойдым актерлік шеберлігіне. Ал енді сіз ән жағына қарай өзіңіз группаңызды жинап атсаңыздар. Міне Алма бірінші, екінші Асан. Асан екінші. Асан үшінші Қуаныш деген жаңағы көрдіңіз бе? Қуаныш деген. Енді Алла бердісі осы балаларға Қуаныш болашақ деген топтың атын қойып, енді жас болашақ балаларға Құдай қаласа болашақ деген топ қойып, жақсылап киім тіктіріп, осы балаларға бейнебаян түсіруді бастаймыз. Бұйырса Алла қаласа. Жақсы. Ал, осымен концертіміз. Енді балаларды шақырайық, жаңа балаларға, енді осы балаларды. Балаларды шақыра қойыңыздар. Қуаныш Тоқсанбаев, Асан, жаңа фамилиясын білесіздер. Алма шақырып жіберіңіздер. Келіңіздер бәріңіздер. Ішке кіре қойыңыздар, келіңіздер. Мына жерге тұра беріңіздер. Біз мынау кастингтің қорытындысы бойынша балалар болашақ деген топқа біз
сіздерді таңдап тұрмыз. Рахмет. Рахмет. Жалпы сіздер кастингтан өттіңіздер, қуана берсеңіздер болады. Бір өлеңіз құттықтап қойсаңыздар болады, себебі сіздер бір топ боласыздар. Осы топ алдағы уақытта бейнебаян түсіріледі. Сіздерге алғашқы бейнебаян түсіреміз, жақсы әнге. Ротацияға эфирден, телеарналардан көрсетіледі. Және де мынау Түркия мемлекетінде Анталия қаласына жолдама жалпы алып тұрсыздар. Үлкен сахнада көрулеріңізге тілектеспіз. Аман жүріңіздер, тек қана дайындық. Ал ендеше болашақ группасы, тобы сіздерге үлкен жұлдызды өмір тілейміз. Жұлдызды өмірге қадам басқандарыңызға мың алғыс, үлкен сахнада сіздерді көруге ниеттеспін. Жарық жұлдыз болуға ниет. Аман болыңыздар. Аман болыңыздар. Құтты болсын. Құтты болсын. Кәсіптен өтіңіздер.